Қосылды ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Енді біздің жаңағы екінші ағымдағы осы трансляция бойынша бірінші жұмысымыз сіздердің алдарыңызда Рымкүл Төлеубаевна, Шет ауданы, Ағадар кенті, Юрий Гагарин атындағы жалпы білім беретін мектебі. Ол кісінің тақырыбы, әдістемелік құралдың тақырыбы олимпиадалық есептердің шешу жолдары. Рымкүл Төлеубаевна, сөз сізде. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Шет ауданы, Ағадыр кенті, Юрий Алексеевич Гагарин атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Есмағамбетова Рымкүл Төлеубаевна болады. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы олимпиадалық есептерді шешу жолдары. Облыстық сараптама кеңесінің отырысы бойынша берілген хаттама. Енді осы оқу әдістемелік құралдың мақсаты оқушыларды олимпиадалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастыра отырып, оқу үрдісінде есептерді шешуді жүйелі, стандарт емес жолдарын тиімді қолдануға бейімдеу және оларды аудандық, қалалық, мектепшілік олимпиадаларға дайындау. Міндеттері: оқушыларды олимпиадалық есептерін шешу жолдарын дәлелдеуді, сонымен қатар бірнеше нұсқасын талдауды талап ететін логикалық есептерді тиімді әдістерін меңгерту. Қалдық және период өзара байланыстыра отырып, заңдылықты табуға бағытталған күрделі есептер реттілігін қалыптастыру. Сөздер мен сандар арасындағы логикалық байланысты, цифр санына қатысты заңдылықты анықтауға негізделген есептердің шешу барысында бірнеше шешу жолын салыстыра отырып, ізденіс әрекетін жандандырып, дербес шешім қабылдауға бағыттау. Олимпиадалық есептердің мазмұны негізінде жауапкершілік, табандылық, әділдік сияқты ұлттық тәрбиелік құндылықты оқу процесінде қолдану. Өзектілігі: қазіргі таңда білім беру жүйесінің негізінде өскелең ұрпақтың әлеуетін дамыту стратегиялық маңызға ие міндеттердің бірі болып табылады. Олимпиадалық есептер мазмұны оқушылардың логикалық стандартты алгоритмдер шеберлігінен шығып ойлауға, бірнеше шешу әдіс тәсілдерін салыстыруға және өз ойларын, қорытындыларын негіздеуге бағытталған. Қазіргі білім беру саясаты тұлғаның тек пәндік білімін ғана емес, сонымен қатар олардың ойлау икемділігін, табандылығын және жауапкершілігін қалыптастыруды көздейді. Олимпиадалық есептерді шешу үрдісі оқушыларды қиындықтарды жеңуге, мақсатқа жетуге және жүйелі ойлауға тәрбиелейді. Бұл қасиеттер ұлттық тәрбие жүйесінде дәстүрлі түрде жоғары бағытталған құндылықтармен үндеседі. Сол себепті математикалық олимпиадалық есептерді шешуге бағытталған әдістемелік құралым бастауыш білім беру мазмұны мен материалдарын жүйесін байытып, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырумен қатар, олардың зияткерлік және тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін өзекті педагогикалық ресурс болып табылады. Енді мен осы әдістемелік құралымды бастамас бұрын әдістемелік құралымды көрсетіп шықсам, шолу жасап. Көрініп тұр ғой, сіздерге? Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Шолу жасап шығайын, міне мазмұны. Мына жерде мақсат, міндеттері, болжамы. Одан кейін міне есептер жүйеленіп, бірінен кейін бірі логикалық есептер, олардың мақсаттары, теориялық негіздері, оған байланысты тапсырмалар, тапсырмалардың міндетті түрде мақсаты болады, және шешу жолдары, және педагогикалық нұсқаулық беріледі. Әр тапсырмаға әр түрлі бағытта тапсырмалар беріледі. Логикалық есептер қиыннан жеңілден қиынға қарай бағытталған тапсырмалар.
Бағалау критериялары болады, дескрипторлары және балдар берілген. Қалдық және период екіншісі. Бұл жерде де тура солай тапсырма мақсаты мен тапсырма және шешу жолдары берілген. Период. Үшінші күнтізбелік есептер. Ол жерде де мақсаты кетеді. Теориялық өнім негіздері, тапсырмалар, шешу жолдары. Бағалау критериялары, педагогикалық нұсқаулық, критериясы, дескрипторы және бал берілген. Төртінші кітап бетін нөмерлеу. Бұл жерде де дескрипторы, критериясы және балы жазылған. Неше цифр, неше сан. Критериясы, дескрипторы және бал берілген. Ребустар. Бұл жерден де оқушылар бұны қызығып орындайды. Критериясы, дескрипторы. Ең үлкен, ең кіші. Қорытындысы берілген. Әдістемелік құралдың құрылымы. Бұл жерде бұл мен әдістемелік логикалық есептерін шешу жолдарындағы әдістемелік құралды мен не үшін таңдадым деген сұрақ туындайды. Бұл есептерін, әдістемелік есептерді, құралдарды таңдаудың ең алдымен қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту қажеттілігі себеп болды. Бастауыш сыныпта оқушылар көбіне дайын үлгі бойынша есептер шығаруды біледі. Ал стандартты емес, ойлауды талап ететін тапсырмалар кездескенде қиналады. Өз тәжірибемде оқушылардың қарапайым амалдарды орындағанымен есепті тиімді жолын табу, дәлелдеу, заңдылықты анықтау және бірнеше нұсқасын салыстыруға барысында қиындықтарға тап болатынын байқадым. Осы мәселені мені олимпиадалық есептерді жүйелеп, бастауыш сыныпқа бейіндеп әдістемелік құрал құрастыруға икемдеді. Олимпиадалық есептер оқушыларды стандартты алгоритмдерден шығып ойлауға, іздеуге, талдауға және дәлелдеуге үйретеді. Сондықтан бұл тақырыпты өзекті тақырып деп есептедім. Бұл тақырыпты алған мақсатым бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын арттыру, логикалық ойлауын арттыру және шығармашылық, зерттеушілік қабілеттерін дамыту болды. Олимпиадалық есептер баланың тек қана есептеу дағдысын ғана емес, оның ойлауын, икемділігін, тапқырлығын, дәлелдеу қабілетін қалыптастырды. Енді осы жерде құрымдалға қарасақ, бірінші логикалық есептер, қалдық және период, күнтізбелік есептер, кітап бетін нөмерлеу, неше цифр, неше сан, ребустар, ең үлкен және ең кіші есептер түрлері берілген. Енді ең бірінші тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде логикалық есептер оңайдан қиынға деп жаңа айтқандай, ең бірінші неліктен қай сан артық, неліктен деген тапсырмада 2-ден 2, 4, 6, 8, 9 деген тапсырмалар берілген. Осы жерде қосылмай жатыр деп екеу сообщение етті. Осы жерде 9 саны артық екенін айтады оқушылар, және де екіншісінде 5, 10, 15, 20, 22 санында қайсысы артық дегенде оқушылар 1-ден 22 санын айтады. Бұл жерде 5-ке
қосылып тұрғанын айтады. Амалдар арасындағы байланысты анықта деген кезде оқушылар осы жерде қандай заңдылықтар беріліп тұрғанын қызыға орындайды. Мысалы үшін, мына жердегі тапсырманы алатын болсақ, 4, 6, 8 ортасында 3 деген сан. Мына сұрақ белгісінің орнына қандай сан қойылады деген кезде оқушылар 6 мен 4-ті көбейтеді, содан 8-ге бөлгенде оны 3 шығады деп бірден ойланып айтады. 5-ке 12-ні көбейтеміз және оны 6-ға бөлгенде 10 шығады. Сол сияқты 15-ті 9-ға көбейтіп 5-ке бөлген кезде қандай сан шыққанын өздері табады. 27 саны шықты деп айтады. Сондай тапсырмаларда заңдылықты анықтауға арналған логикалық есептерде мына жерде бірнеше алма берілген, осы алмалардың орнына қандай сан қойса 45 шығады. Балалар бірден оны 3-ке бөлінетінін айтады, яғни бір алмамыз 15 деп айтады. 15-ті 40-қа 40 шығу үшін бананның несін табуымыз керек. Ол үшін 40-тан 15-ті алып тастаймыз, сол кезде осы бананның несі саны шығады екен. Одан кейін сол себеп банан менен алманы тауып алдық, енді теңдігі 60 болғандықтан енді картоптың несін тауып аламыз, ойлаған санын табамыз. Бұл тапсырманы оқушылар қызығып орындайды. Енді келесі период және қалдық тапсырмаларына келетін болсақ, бұл жерде 22-ші шар қандай түсті болады деген тапсырма арқылы оқушылардың период ұғымын практика жүзінде меңгереді. Олар шар түстерінің белгілі бір реттілікпен қайталанғанын анықтап, 22-ні, яғни 4-ке бөледі. Сондағы қалған қалдықты дұрыс жауапты табуды үйренеді. Бұл қорытынды жасау дағдысын қалыптастырады, дамытады. Келесі, неше цифр, неше сан есептері оқушылардың талдау дағдыларын қалыптастырады және 1-ден 412-ге дейінгі сандардың арасында 3 цифр неше рет кездеседі деген тапсырманы оқушылар сандарды, бірліктерді, ондықтарды және жүздіктер бойынша талдап, математикалық талдау жасауға үйренеді. Олар есепті жай санау арқылы емес, тиімді тәсілмен шешудің маңызын түсінеді. Күнтізбелік есептерді шығару кезінде, мына жерден қарап отырсаңыздар, мына жерде күнтізбелік есептің бір мысалын келтіріп қойдым. Осы жерде оқушылар апта күндерін жаттап қоймайды. Ол жерде күнді аптада 7 күн бар екенін біліп, период арқылы есептеуді үйренеді. Олар қалдықпен есеп шығару рөлін түсініп, күрделі тапсырмаға сенімді түрде кіріседі. Енді мына жерде ең үлкен, ең кіші деген тапсырманың біреуін үлгі ретінде қойып қойдым сіздерге. Мына жерде тақырыбы ең кіші, ең үлкен тақырыбы оқушылардың сандар туралы түсінігін тереңдету және математикалық талдау жасау дағдыларын қалыптасады. Бұл тапсырма арқылы оқушылардың цифрларын орналасу реті, санын, мәніне қалай әсер ететінін түсінеді. Мысалы, цифрлар әртүрлі ең үлкен немесе ең кіші санды қалыптастыру барысында оқушылар салыстыруды, жүйелеуді, тиімді тәсілдерін талдауды сияқты әрекеттерді орындайды. Мұндай баланың логикалық ойлауын, математикалық тілін және жылдам шешім қабылдауды үйренеді. Енді мына жерде ребустарды қойып қойдым. Қарап отырсаңыздар, осы ребустар тапсырмасында оқушылардың ойлау жылдамдығы, логикалық сәйкестендіру қабілеті және математикалық тілі дамиды. Мұндай тапсырмалар балалардың пәнге деген қызығушылығын, шығармашылығын, белсенділігін күшейтеді. Енді міне қайсы салық қойды? Бәрін айттым ғой, не? Жақсы. Енді мына жерде практикалық барысын қарап отырсаңыздар,
Біріншіден, оқушылардың логикалық ойлау қабілеті дамиды. Балалар оқушылар есептерді бірнеше шешу жолдарын салыстырады, дәлелдейді, дағдыланады. Бұл тек мұғалім көрсеткен тәсілмен жұмыс істемейді. Оқушылар өз шешімдерін ұсынып, өз есептерінің тиімді жолдарын іздейді. Екіншіден, математикаға деген қызығушылықтары артады. Олимпиадалық және логикалық тапсырмалар оқушылардың сабаққа деген қызығу ынтасы күшейеді. Сабақ барысында оқушылардың белсенді қатысып, осы жерде қарап отырсаңыздар, міне оқушылар белсене қатысып, қызығушылықпен орындап жатыр. Көптеген оқушылар күрделі есепті шығаруға талпынып, өз мүмкіндіктерін сынауға ұмтылады. Үшіншіден, бұл зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады. Оқушылар есептерді, заңдылықтарды өздігінен табуға, болжам жасауға, дәлелдеуге үйренеді. Әсіресе период және қалдық, күнтізбелік, цифрлық заңдылықтарға байланысты есептер олардың зерттеушілік қабілетін арттырады. Төртіншіден, олимпиадалық нәтижелер байқалады. Оқушылардың мектепшілік, аудандық, облыстық, республикалық деңгейде оқушылар олимпиадаларын интеллектуалдық байқауға белсенді қатысып, облыстық, халықаралық, республикалық деңгейлерге жетістікке жетті. Бұл әдістемелік құрал тәжірибелік тиімді жағын дәлелдеді. Бесінші, оқушылардың тұлғалық қасиеттері дамыды. Олимпиадалық есептер шешу барысында оқушылар табандылықты, жауапкершілігі мол, шыдамдылықты қалыптасты. Қиын есептердің соңына дейін орындауға ұмтылыс пайда болды. Қате жіберсе де екінші рет қайта жұмыс жасап, соны шешімін тауып дәлелдеуге үйренді. Қиын есептердің соңына дейін орындады. Енді осы жұмысымның нәтижелері осы жерде көрсеңіздер болады. Мына жерде әртүрлі сайыстарға қатысып, жеңістерге жетті. Алтын Сақаның мектепшілік олимпиадасына 9 оқушым қатысып, осы 9 оқушы да жүлделі орындарға ие болды. Жаңа айта кеткендей, шығармашылық, мен қосамай отырмын ғой дейм, көп не деп тұр. Қайда, зал ожиданияда ма? Иә. Жұмыстың нәтижесінде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, Алтын Сақа олимпиадасынан барлық оқушым, 9 оқушым қатысты, осы 9 оқушым да жетістікке жетті. Жаңа айтып өткендей, шығармашылық несі де артады деп айттым. Шығармашылық ойлау қабілеттері артып, сөйлеуге ұмтылды. Сол себептен оқушыларым республикалық деңгей және халықаралық деңгейде орындар алды. Мына жерде ең үлкен жетістік, республикалық деңгейде Аманғали Жантөре оқушым реттілігімен, яғни облыстық, аудандық, республикалық орынға ие болып, нәтижесін көрсетті. Келесі осы оқушым халықаралық олимпиадаға қатысып, жүлделі орынға ие болды.
Оқушылардың жетістік диаграммасы республикалық деңгей, облыстық деңгей және аудандық деңгейлерде орындар алып осындай нәтижеге жеттік. Қорытындылай келе, ұсынылған әдістемелік құрал бастауыш сынып оқушыларының олимпиадалық есептерді шешу дағдыларын дамытуға арналған тиімді педагогикалық құрал болып табылды. Құрал оқушылардың математикалық білімін тереңдетіп, логикалық ойлауын, талдауын және дәлелдеу қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Құрметті әріптестер, мына жерде міне QR код тұр. Осы QR код арқылы кіресіздер да кері байланыс бересіздер. Әріптестер, естіліп тұр ма мен айтқан? QR кодыңызды шығарсаңыз үлгермедік қой. Жақсы. Просто мен одан кейін мына жерде кері байланыс тақтасын ашам, сол жерде көрініп тұрады да, кім қандай жауап берген. Парлет тақтасы сары болып шығады. Сол жерде плюсті басасыздар да, сосын кері байланыс жазасыздар. Жібердік қой әріптестер. Ал әріптестер, бір-екеуіңіз кері байланысқа шықсаңыздар. Сіз тақтаға шығарасыз қой, мына жерде. Қазір тақтаға шығарайын. Өйткені уақытың бітуге аз-ақ қалды деп. Неше минут дейді? Әлі 9 минутыңыз бар. Жақсы. Екі әріптес. Әріптестер, кері байланыс жасамадыңыздар ма? Ауызша бір-екі әріптес кері байланыс жасасаңыздар. Әріптестер, бірімізге көмек жасайық, сіздерге де керек болады ғой. Бір-бірімізге осылай да көмектесейік те. Жақсы, солай болса, Рымкүл әріптес. Сізге көптен көп рахмет. Бүгінгі ең алғашқы тәжірибе тартуды өзіңіз бастадыңыз. Өте керемет. Слайдыңыз өте тамаша екен. Өте жүйелі. Құрылым өте жақсы екен.
мақсатынан, өзектілігінен бастадыңыз, барлығын айттыңыз, нағыз керек дүниенің барлығын айттыңыз, таныстырдыңыз. Әдістемелік құралыңыз да өте тамаша екен. Сонымен қоса өте көзге түскен мына жерде сіздің жетістіктеріңіз екен. Оқушымен жұмыс жасағаныңыз көрініп тұр. Тіпті балаңыз республикалық кезеңге дейін барған екен, иә. Өте тамаша. Көп рахмет сізге. Енді осы аттестациядан сүрінбей өтуіңізге тілектеспін. Амин. Құрметті әріптес, Рымкүл әріптес, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз өте тамаша екен. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Мен Балқаш Естіліп тұр, қаласы естіліп тұр. Абай атындағы нөмір 2 лицейдің бастауыш сынып мұғалімімін. Жұмыстарыңыз жақсы, жеңілден ауырға қарай көтерілген жұмыстар жақсы екен, деңгейлік тапсырмаларыменен. Бала сатылап орындап отырған сияқты жұмыстардың бәрін. Үлкен жетістік, республикаға шығып жатыр екенсіздер. Жұмыстар тамаша, жинақы. Сол жайлы айтқым келді. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Жұмыстарыңыз өте ұнады. Сәттілік сізге. Амин, рахмет. Рахмет. Тағы да бар ма? Сәлеметсіздер. Естіле ме? Сәлеметсіздер. Рымкүл мұғалім, бүгінгі жетістіктеріңіз өте тамаша екен. Сіздерге тек жақсылық тілеймін, әрі де балаларыңыз, оқушыларыңыз биіктен көріне берсін. Бүгінгі өткізген жүйелі түрде өткізген сабағыңыз ұнады, тамаша, жарайсыз. Сәттілік тілеймін алдағы уақытта. Рымкүл мұғалім, Рахмет сізге. бүгінгі өткізген қорғаған әдістемелік нұсқаулығыңыз өте тамаша, күшті қорғадыңыз. Алдағы аттестациядан сүрінбей өтіңіз. Толағай табыстар, тек қана жетістіктер тілеймін. Оқушыларыңыз осылай сіздің әдістемелік нұсқаулығыңыздағы олимпиадалық есептерді шығару арқылы көп жетістіктерге жете берсін. Амин. Рахмет. Рымкүл әріптес, мынау бүгінгі қорғап атқан жұмысыңызға тамаша, өте ұнады. Жетістіктеріңіз көп екен. Алдағы аттестациядан сүрінбей өтіңіз. Мынау көрсетіп жатқан жүйелі, өте жүйелі, бізге таныстырып жатқан бүгінгі презентацияңыз жасап, оқу бағдарламаңыз өте татымды өтті. Рахмет сізге. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Рымкүл мұғалім, сіз болдыңыз ба? Болдым, аха. Аха, трансляцияны сөндіріңізші. Енді запись деген ғой, запись. Записьті сөндіре салыңызшы.